Сөз айтып отыр, Құда білем. Менің бір жақсы тілегім бар енді. Әдемі қазақтың қымыранмен ұстап бір тілегім деп отырмын. Анау өзің қандай болсаң, айналаңда сондай болады дейді ғой. Сондықтан жанында жүрген жақсы адам дейді. Бұл кісімен сізде қай жылы 2015-те таныстық, иә? 2014-2015. Иә. Таныстық. Содан бері міне кереметтей, Құдайға шүкір танысқа. Иә, танысқа. Араласып, құрласып кереметтей. Бұл шаңырақта мен 2-3 мәрте келген болған. Қанша көрсем, өте бақытты. Жаңа тәтеміздің жүрегі өте кең. Жаңа айтасың ғой, қабағыңды, тамағыңды емес, қабағыңды берді. Әйелге ерге байланысты ғой. Иә. Екеуі бір ойда шықса де, ол үйде бақытта келеді, бақытта табыста келеді ол. Сондықтан рахмет, әкеңе рахмет, ода өсиет дейді. Күтіп, Алла разы болсын, Алланың назарында бақыттың баршасында болыңыздар. Әттеңе деген күндеріңізден шіркіне деген күндеріңіз көп болсын. Құдай қаласа, екі дүниенің бақытын, екі дүниенің жақсысын тілейміз. Құдай қаласа. Алла қаласа осы балалармен өсіп келе жатыр ғой. Осылар үйленеді, басқа қалады, қызметтеріміз Құдай қаласа. Әкелеміз, әрсі әкелеміз. Қалаушы әкелеміз. Кісі бетті де ашады, бәрі универсал. Дүниені таныстырған Құдай қаласа. Сондықтан барынша біз қызметте боламыз. Алла сайық, құрласайық, сіз дейік, біз дейік, қай жақта жүрсек те бірімізді іздейік. Дүниедегі мұз, болашақ аттарған із, өмір мәнісімен біз дейді. Баяғыда сөз айтушы еді, әр облыста, ауданда қалада бір үйің болсын дейді. Өзі баламыз ғой, ойымыз саясы. Жаудада бір үйің болсын дейді ғой. Көзі біз түсінеміз ғой. Әр қалаға үй салу деген мүмкін емес қой. Уақыт өте келе түсіндік қой. Әр жаңа танысың, досың болсын деген. Сонда көкшетауда бір үйім бар міне. Сізден де Түркістанда да бір үйлеріңіз бар. Менде үй бастамадым ма қоша? Құрылыс бастадым. Түркістанға өтіп жатсаңыздар, үйге отырыңыздар, қонақ болыңыздар. Бір үйлеріңіз бар. Сондықтан міне ызамын, Алла разы болсын. Құдай осы пейілдеріңізге Құдай берсін. Бұл шаңырақта тек қана қуаныш, той, ынтымақ, береке болсын. Тек қана жақсы тілеймін. Кереметте жаңа өмір көкті жақсы шақ, өседі гүлдер жалындап, тілеймін сіздерге үш тілек, өмір бақыт махаббат дейді. Сондай керемет өлең жұмақтары бар. Өмір деген сөзге келетін болсақ, өмірлеріңіз мәнді, сәнді болсын. Бақыт деген сөзге келетін болсақ, әрқашанда бақытты болыңыздар. Құдай қаласа өздеріңіз жүз жасаңыздар, ұрпақтарыңыз мың жасасын. Махаббат деген сөзге келетін болсақ, отанға, Аллаға, бір-біріңізге деген махаббаттарыңыз шынайы таза адал болсын. Мына дүниедегі мұз, болашаққа атталған із, өмірдің мәнісі біз дейді. Дүние қарап тұрсам шолақ екен, адамдар бір-біріне қонақ екен, барымның оралында ойнады гүл, өмірдің бар қызығы солақ екен. Қарғадан қарға туар қарқылдаған, жақсыдан жақсы туар жарқылдаған. Жақсымын деп жүргендер толып жатыр, пайдасы бір басынан айтылмаған. Сондықтан әрқашанда осылай тірі кезімізде бір-бірімізді бағалап, пайдамызды тигізіп, сіз болып, біз болып жасып жүргеніміз. Ең басты деніміз сау болсын. Бұдан да Құдай қаласа кең дастарханда, бұдан да тек қана қуаныш тойда жолға береміз. Мына жігіт асаба білем ғой деген деп отыр. Сол қымыз алып қойып, біз қымыз алып қойып, сіз қарап алып қойын. Сосын ашып отырсыздар. Құда бала әлі түсіріп жатсыз ба, құда бала? Иә, түсіріп жатыр. Бұл менің інім ғой. Мен пойыз келердім бе деп қалдым. Рельстің алдында отырып қалдым. Иә, келдім, келдім.